Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Анам мені әкеме тастап кеткенде, мен бар болғаны 5 жастағы баламын. Ауыл шетінде орналасқан сары кірпіш үйдің бір бұрышында шаң басқан терезенің алдында отырып, күнде анамды күтіп отыратынмын. Әр есік сықырлаған сайын келіп қалды екен деп үміттенетінмін, бірақ ол ешқашан қайтып оралмады. Ол басқа еркектің етегінен ұстап, бөтен бір өмірге кеткен. Ол кеткен күн мен үшін тек анамды ғана емес, балалықтың тәтті кездерінде жоғалтқан күнім еді. Мен әкеммен бірге тұрдым, бірақ шын мәнінде мені бағып-қағып өсірген әжем. Ол қатал, салқын адам еді. Менің әр қимылдағанымды қадағалап, болмашы қателігім үшін жекіп тастайтын. Ең ауыр сөзі шешесіне татқан. Шешесі қара бет, соған ұқсап кетпесе болғаны. Ол сөздер бала жүрегімді қақыратып жіберетін. Кейде өзім неге мен анама ұқсас болуым керек? Қара бет деген не? Мен не үшін кінәлімін деп жылап отыратынмын. Көп ұзамай әкем екінші рет үйленді. Өгей анам өте жуас, бар жоғы білінбейді. Әйтеуір үй тірлігін істеп жүре береді. Ал мен мейірімге зәру едім. Білмеймін, мен кішкентай қыз болдым ғой. Үстіме де оңды киім кимедім. Таңнан кешке дейін әжемнің ұрсын естіп қана бой жеттім. Мектепті бітіре сала сөз айтқан жігітпен жатып қойдым. Ол жігіттің тәтті сөзіне сендім. Алғашқы махаббат, ер мен әйелдің ыстық құшағын сездім де мас болдым. Сондай тәтті түнде қиялдап, нәпсіқұмар болып кеткенімді байқамай қалдым. Бәлкім еркектің тәтті сөздері өзімді біреуге керекпін деген секілді оймен бұзылғанымды білмедім. Мені тек өз қажетіне пайдаланып тастап кеткен ол сорлы үшін талай күнім, түнім жылаумен өтті. Сондағы бір ай ғана мені пайдаланып, өзінің түк көрмеген мал бағатын туыс құда баласын әперді. Ол жігітке мені әйелдікке алады деп қуанып келіскенмін. Бірақ ауылдың ең шеткі лашық сияқты үйіне аяқ басқанда жүрегім бір түрлі болып кіргім келмеді. Бірақ төсектес болып жүрген жігіт алып қашты. Соның жары боламын деп көне беріппін. Беташарда ғана басқа адамның жары екенімді біліп, сол жерде концерт қойдым. Кетемін деп ақ орамалды лақтырып, айқайға салып жыладым. Абысын жеңгелерім жұбатып әлек. Күштеп сүйреп бөлмеге апарып тастады. Сәлден кейін әлгі төсектес болып жүрген жігітім келіп, мен сені еш уақытта сүйген емеспін. Жай ғана қызыққа арналған тесіксің деп қолымен тесік көрсетіп, екінші сұқ саусағымен тесікке кіргізіп шығарып мені әбден мазақ етті. Оңбаған, бөле қалғыр. Мен бәрібір кетемін бұл үйден деп ол жігітті сабалап ұрдым. Ол болса маған: осыдан осы үйден кетсең, сені әркім итеріп кететіндей жағдайға жеткіземін деді. Тыныш қана осы жерде қал, пақонға уәде беріп қойдым, сенен жақсы қатын шығады деп. Мені қорқытып үнімді өшірді. Оның айтқанынан қорықтым. Ол жігіт ауылда жігіттерді басқаратын естігем. Амалсыз жігіттің айтқанынан қорқып, әлгі лашықта малшының жары болуға келістім. Кеш болды. Жылап-жылап көзім ісіп кеткен. Абысыным бар. Сол төсек салып берді. Мал бағатын күйеуім келді. Ішіп алған. Аузына арақтың есі мүңкіп, жүрегім айнып барады. Шыдай алмай құсып жібердім. Сөйтсем әлгі нақұрыстан жүкті екенмін. Оны бір аптадан соң білдім. Мал бағатын күйеуіммен түнімді жылаумен өткіздім. Ештеңе шықпаған ол сорлы жұдырықпен бетімнен бір ұрғанда, есімнен танып, есімді жиғанда жатқан жерімнің бәрі қаннан көрінбейді. Мұрнымды сындырып жіберген. Содан мұрным көзім ісіп, екі көзім жұмылып, ештеңе көрінбей қалды. Абысыным қалаға ауруханаға апарып жатқызды. Сол кезде жүктіліктің 4-ші аптасы екенін білдім. Келін болғаныма 3-ақ күн болды. Түсік жасатамын. Ол үйге енді бармаймын деп тағы да концерт қойдым. Абысыным жақсы әйел еді. Балалы бола алмағандарына 10 жылдан асыпты. Аяғыма жығылып, қалағаныңды орындайын. Бала керек болмаса маған берші. Ешкімнен кем қылмай өсіремін деп жалынды. Талай рет туыстардың баласын алғысы келсе де, туған бойда бала беруден бас тартқан. Жетімдер үйінен алайын десе, тұрақты табыс көзі жоқ. Қайнағам да мал бағады. Таудың арасында жүреді. Абысыным мені баққан болды. Ішімдегі сәбиді абысынға беретін болып келістім. Содан кейін малшы күйеуімді жеркемнің шұқыры көрсін. Мал бағатын ауылда тұрдық, абысынмен бірге. Малшы күйеуім нағыз сорлының өзі еді. Маған қыз болып тимедің деп аузына келгенін айтып, одан қалдым. Мал қорадағы таңғы уақытта сиыр сауға шыққанда зорлап алатын еді. Мен қатты намыстанып, жылап алып жүре бердім. Басқа малым жоқ. Көп ұзамай босанған бойда баламды абысынға құжатымен қосып бердім де 4 күнге тайып тұрдым. Тас жүрек болғаным соншалықты
Жаңа туған сәбиімді емізбей бере салдым. Тіпті ана болып еміренбедім де. Роддомнан шығып 4 күнге келдім. Үйдегілер жақтырмай, неге келдің? Кет үйіңе, жаңа туған сәбиіңе қара деп үйден қуды. Ол жаққа барым келмейді. Әлгі малшының тозақты түнін тағы да басымнан өткізу мен үшін мүмкін емес. Мен кетпеймін деп отырып алдым. Әкем мені сүйрелеп, есік алдында шаңды дауыл тұрғандай айқай-шу басталды. Әкем мені тепкілеп ұра берді. Мен айқайымнан көршілердің барлығы жиналып, әкемнің бала кездегі досы да келді. Көршіміз болатын, мені сол ғана құтқарды. Қыз баланы қалай ұрасың? Бұлай болмайды деп таяқ жеген мені өз үйіне әкетті. Ол кезде оның да менің де тағдырым мүлде өзгереді деп күтпедім. Бастапқыда көрші қыз деп тұрғызды. Әйелі бала шағасы жақтырмай жүргенін сездім. Мен еститіндей етіп, бұл жетім еді, үйіне сыймаса байына барсын, туа салып баласын тастап кеткен қандай ана бұл деген секілді сөздерді айтып жүрді. 3 күн ғана ол әкемнің досының үйінде тұрып кетуге дайындалдым. Бірақ қайда барамын, білмеймін, әйтеуір басым ауған жаққа кетемін деп шештім. Әлгі әкемнің досы мені алып қалаға дейін жеткізіп тастады. Екеуміз барғанша сөйлесіп, мен жылап, ол жұбатып барды. Екеуміз ғана едік көлік ішінде. Бір кезде ұсынысты әкемнің досы айтты. Менің тоқалым боласың ба? Баршылықта өмір сүресің. Ешқандай бала туып бер деп айтпаймын. Арасында келіп кетіп тұрамын. Сені бәрінен қорғаймын деді. Үнсіз ойланып қалдым, бірақ бәрібір келістім. Басқа малым жоқ еді. Өмір сүруім керек. Солай ол маған пәтер жалдап берді. Менің тазарғанымды өліп өшіп күтіп жүрді. Ол менен 30 жас үлкен шал еді. Жиі хабарлама жазып, ақша аударып тұрды. Арада 1,5 ай өткен соң біздің алғашқы түніміз болды. Енді айтып жеткізу мүмкін емес. Романтикалық түн болды. Ол менің аяғымнан ақырын сүйіп, мұртымен денемді қытықтап, соңында 2 әріпімді жеп қоятындай сүйіп қоздырды. Тезірек аспабын тықса екен деп асықтым. Төсекте неше жыл стажы бар еркек қой, әбден ләззатқа батырды. Бұл шалдың алдында 2 еркекпен де бұндай қарым-қатынас болмаған. Мен ойладым, жағдайымды жасап болған соң басқа қалаға із-түссіз кете саламын деп. Бірақ мынадай түннен соң кете алмадым. Өмірімде тек осы әкемнің досы ғана мені шын сүйген. Ол мені кішкентайымнан жақсы көргенін айтты. Бірақ біздің махаббатымыз көпке созылмады. Оның балалары біліп қойып, мен тұрған пәтерге келіп, қырғын шығарып, мені тепкілеп, ұрып, әкесінде ұрып соғып әкетті. Мен тағы жалғыз қалдым. Әкем де бәрін естіген ғой. Ол да мен тұрған пәтерге келіп бетіме түкіріп, сен өлексің деді. Менің не кінәм бар? Ол маған әкелік жылулық бергенде бұлай болмас еді. Баламды да өзгеге тастамас едім. Әкемнің досын күттім. Біраз күттім, келмеді. Пәтердің ақшасын ұзақ мерзімге төлеп қойыпты. Жұмысқа шығып даяшы болдым. Төсекке тартқан жігіттермен жатып жүрмін. Бірақ әлгі шал сияқты емес. Төсекте дөрекі жігіттер. Жақында 21-ге толамын. Өлместің күнін кешіп жүрмін. Малшы күйеу мені тауып алып, қайтадан қосылғысы келді. Татуласқандай болып, сол түні қонақ үйде екеуміз түнімізді өткіздік. Тағы да зорлық. Астың сондай кең, әркіммен болып кеңейіп кеткен сайқал деді. Ішіп алған еді, менің де кішкене ұрттап алғаным бар. Сол түннен кейін ол сорлыдан қашып кеттім. Қазір басқа қалада қаңғып жұмыс жасап жүрмін. Өмірімнің түк мәні жоқ. Не үшін, кім үшін өмір сүріп жатырмын деп жылап та аламын. Қалада жұмыс істеп жүрген кезімде тек жалдамалы жұмыспен уақытша еркектердің төсегінде ғана өтетін. Өзімді жоғалтып алғандай сездім. Бірақ бір күні кафеде жұмыс істеп жүргенде бір жігіт келді. Жай ғана шай алып отырды. Әңгімелесіп қалдық. Ол менің көзімнен бір нәрсе барын сезді. Көп сұрамайтын, әңгімемді бөлмейтін, көптеген еркектер сияқты арсыз көзқарас жоқ. Тек әңгімелесіп жай ғана күлімсірейтін. Осылайша күнде кафеге келетін болды. Бастапқыда сенбедім. Бір күні міндетті түрде ол да басқалар сияқты кетеді деп ойладым. Бірақ ол кетпеді. Мен сенің өткеніңді білгім келмейді. Болашағыңды ойлайық деді. Бір күні жұмыстан кейін үйге дейін шығарып салды. Жол бойы үндемедік. Сол түннен бастап оған сенуге тырыстым. Бірнеше ай бірге жүрдік. Ол маған ешқашан қол көтермеді, ешқашан қорламады, ешқашан өткеніңді айт деп қинамады. Тек барымды қабылдады. Ол маған ешкімге ештеңе дәлелдеуге міндетті емессің. Тек бақытты болуға
Лайықтысың деді. Алғаш рет бақыт деген сөзге сенгім келді. Бірақ ішімнен қорқыныш кетпеді. Егер ол да кетіп қалса ше, егер ол да алдап шықса ше деп ойлай бердім. Бірақ ол күн сайын дәлелдеді. Бір күні маған сөз салды. Менікі болшы, өткеніңді өшірмеймін, бірақ болашағыңды бірге құрамыз. Балалы болсақ та, болмасақ та мен сенің қасыңдамын деді. Жүрегім дір етті, көзімнен жас ыршып шықты. Менімен шынымен бірге болғысы келеді ме, менімен бе деп өзімді сендіре алмадым. Келістім. Өмірімде алғаш рет өз қалауыммен иә дедім. Шағын той жасадық. Әкем де келген жоқ, әжем де келген жоқ, бірақ мен оларға өкпелемедім. Өмірімде алғаш рет өз таңдауыма сендім. Бір жылдан кейін балалы болдық. Қызымыз дүниеге келді. Қолындағы кішкентай сәбиге қарап, жүрегім жібіді. Бұрынғы қателігім көз алдыма келіп, неге алғашқы баламды беріп қойдым деп жыладым. Бірақ күйеуім маңдайымнан сүйіп, өткеніңді ойлама, қазір біз бармыз. Осы сәбидің анасы сенсің, ол сенің арқаңда өседі деді. Уақыт өте бәрі орнына келе бастады. Өзім де өзгердім. Қазір жұмысым бар, үйім бар, жанымда сүйген жарым бар. Кейін әкем хабарласты, кешірім сұрады. Мен сені түсінбеппін деді. Әжем де қартайып жұмсарды. Барлығын кештім. Өткенді қайта көтергім келмейді. Мен өз өмірімді қайта бастадым. Бүгінде 3 баланың анасымын. Өмірімнің әрбір күні үшін шүкіршілік етемін. Қанша қиындық көргеніме қарамастан шыдағаныма ризамын. Мен түсіндім, өмірдің түбі болмайды. Үнемі жарыққа шығатын жол бар. Тек сену керек. Мен таптым. Мен енді бақыттымын. Әңгіменің соңы. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийда өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер.